Білмеймін, маған сүйкімді сияқты. Қош, қай жері? Бүгін бірінші күні ғой жұмыс істейтін. Қазір келеді, көресің. Оған қарағанда біздің Артур әдемі. Жансай, мен мақтап атсың ба, Жандосқа? Жынсың ба, қашан мен сені мақтап едім? Естім ғой жаңа Жандосқа айтып атқанын. Жап-жазын де. Не керек саған? Не керек болғанда кешке киноға барайық та. Фу, сөйлемеші маған. Фу, қайдағы кино басымда барып баршы, сен түріңе барып қарап баршы бірінші айнаға. Қойшы Жансай, осындайың. Мен андай қызға ұқсайын ба, сен мен киноға баратын қызға ұқсайын ба? Дұрыстап қарашы. Ұқсайсың, не болыпты? Жынды, мен сияқты қыздар, сен сияқты жігіттермен жүрмейді, түсінің ба? Жүресің бір күн, көресің ғой. Кеше бар, жолаққа ұрам мен сен бар ғой. Аузына келгенін оттай берме. Көреміз осы. Не правсың, Жансай сен. Бас тимейді. Осы Жандос адамдар түсінмейін бар ғой. Түрлеріне қарап алмай ма бірінші? Бірден келіп тұрдың орған. Сәлем. Сәлем. Жансая. Бастық жұмыс жайлы сенен сұрасын деді. Қалай жұмыс істейміз? Менен сұрасын деді ма? Иә. Ондай болса, мына 3 стөл менікі болсын, қалған стөлдер сенікі болсын. Солай дұрыс болады деп ойлайсың ба? Сен қалай ойлайсың? Енді сенің жалақың аз болып қалады ғой. Ол стөлге байланысты ма не? Әрине. Ондай болса, мынау 3 стөл сенікі болсын, қалған стөлдер менікі болсын. Мүмкін ортасынан тең бөлеміз. Мақұл, сөйте салайық, ортасынан тең бөліп алайық, ондай болса. Жарайды. Ендеше жұмысты бастайық. Бастайық. Шаршадым. Бүгін адам көп болды. Елім-ай, мен де шаршадым қатты. Сен не істеп шаршадың? Асханаға 20 мешок ұн келген ғой, 20 килограммдық. Соның бәрін жалғыз өзім тасып салдым.